Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, ата-аналар. Мен 8-ші Б сынып оқушысы Дәулет Әленнің әкесі Темірханов Дәурен, Әлихан Бөкейханов атындағы 76-ші лицей мектебінде өткізілетін кітап пирамидасы эстафетасын біздің балаларымыздың мұғалімі Тілеуқор Қуанышқызынан қабылдап алдым. Кітапхана қорына Бердібек Соқпақбаевтың 3 томдық шығармаларының топтамасын тапсырамын. Әрбір бала, әрбір оқушы Бердібек ағамыздың шығармаларымен танысу қажет деп ойлаймын. Эксклюзивтік топтамада қалың оқырман тарапынан зор ықыласқа ие болған «Өлгендер қайтып келмейді» романында Ұлы Отан соғысы кезінде ауыл өмірі, халықтың басынан кешкен қасірет қайғысы туралы көрсетілген. Бердібек Соқпақбаевтың хикаяттары және әңгімелері еніп отыр. 3-ші томында атақты «Менің атым Қожа» және жекпе-жек хикаяттарында сезімтал автор жасөспірімдердің көңіл күйін, жан дүниесін суреттеген. Эстафетаны әрі қарай мектептің ұстаздары Роза Әбілқамалқызына, Ермек Бексұлтанұлына және ата-ана Әсем Ғабижанқызына жолдаймын.